Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Алматы тұрғындарынан Қазақстанда кімге өмір сүру оңайырақ деген сұрақты сұраймыз. Еркектерге ме, не әйелдерге ме және не үшін? Бастаймыз. Еркектерге ме, не үшін? Мен жалпы ол бәріне бірдей деп ойлаймын. Мүмкіндіктер бәріне бірдей берілген, сондықтан әйелге оңай, еркекке оңай деп айтуға болмайды деп ойлаймын. Бәріне мүмкіндік бірдей өткені, менің ойымша. Білмеймін десең. Еркектерге? Не үшін? Білмеймін, жұмыс көп. Еркектерге жұмыс көп, ал әйелдерге? Енді білмеймін, орташа ғой, екеуі бірдей. Екеуіне де қиын не, оңай ма? Екеуіне де нормально. Шығар білмеймін. Мен ойлаймын, әйелдерге де қиын, еркектерге де қиын. Неге десеңіз, коррумпирована бәрі. Экономика қазір түсіп жатыр, жұмыс жоқ. Екеуіне де еңбек еткен адамның бәріне де ыңғайлы. Ыңғайлы? Ешкімде проблема жоқ. Қазақстанда еркектерге де әйелдерге де өмір сүру ыңғайлы. Екеуіне де ыңғайлы. Екеуіне де барлық удобстволар жасалған. Барлық удобство жасалған. Барлық жағдай, ешқандай жұмыс жағдайы бәрі. Жұмыс жағдай, бар жағдай өте ыңғайлық. Еркекке де, әйел адамға да. Екеуіне де қиын айналайын. Қиын? Конечно. Не үшін? Көріп жатсың ғой, не? Зарплаталар 60 мың, 50 мың. Пол жуып жүрген қазақтар, бәрін істеп жүрген қазақтар. Вот. Это всем понятно, наверное. Кімге өмір сүру оңайырақ және неге? Оңайырақ еркектерге. Не үшін? Өйткені равноправие жоқ. Рахмет. Әйелдерге, наверное. Не үшін? Ер адамдар зарабатывает. Ал Ақша табады. әйелдер? Әйелдер көбіне ақша табуға олардың басы ауырмайды. Қазақстанда кімге өмір сүру оңайырақ? Әйелдерге ме, еркектерге ме және не үшін? Еркектерге деп ойлаймын. Әйел баласына қиын да өмір сүруге. Там ұят деген сияқты. Ал еркектерге? Ұят емес. Поэтому солай ойлаймын. Еркектерге. Себебі біздің қоғам патриархалды болып келеді. Сондықтан менің ойымша ерлерге, әйелдерге қарағанда жағдай көбірек жасалған.